Жалғыз баласы келінмен бөлек тұрамын деп отыр, сол дұрыс па? Өзі біледі. Неге сіздер зорлайсыздар? Неге сен тұру керексің, үйдің кішісісің, үй сенікі, неге сен тұру керексің деп неге үйтесіздер? Сол міндет па не соның тұруы? Ол дұрыс емес сіздердікі. Бала өз еркімен тұру керек. Әйелімен тұрғысы келе ме, әйелімен тұрсын. Неге сіздер зорлап көрсеттің, ана зорлап әйелі қылып аласың, зорлап мені жақсы көресің, зорлап мені қаратасың. Сонда енді сол зорлап бала қараса, балаңыздың өзі зорласа, ертең келін сен мамаңды қарайды деп ойлайсың ба? Қашан өліп қалар екен деп тілейтін шығар бірге тұрғандар. Қанымызды ішпітті деп. Оның үстіне кейбір адамдар беймаз болады. Ата-аналар беймаз болады. Өз баласын әйеліне қайрап салады. Өз баласын келінге қайрап салады. Оны ұрғызады, соққызады, кейбіреулі ұрдыратын да шешелер бар, қайнаталар бар, жақсы білемін мен. Сонда не істеу керек? Сенің кеткесің, сен қыз кеткесің, сен біреуің байға тигесің, біреуің қатының бар. Енді сендердің өмірің рахат, сонда шешене біреуіңді ақ туды ма не? Неге бірақ бала қиналу керек? Неге үй сенікі, үй тастап бөліп қалмайды, ол кетіп қалса да өмір сүріп кете береді. Ондай жасамаңыздар, барлық балтанаға. Одан кейін сен қара, сен зорлап қаратқаннан кейін ата-ананың қайбір қадірі болады. Олай дұрыс емес. Менің айтайын дегенім, ешқашан олай жасамаңыздар. Ата-ананы өзі мейіріммен, махаббатпен қарау керек адам. Оған міндет қылып емес. Сондықтан сол дұрыс болады. Қатын жолда, бала белде дейтіндерге не дейсіз? Енді айта береді, әйел жолда деген сөз бір қатынды алып, бір қатынды жібер деген сөз емес. Бірақ ешкімнің құлы емес, сосын түсіңіздер. Зорлап сенімен өмір сүрмеймін деген адам саған қатын болып бермейді. Біреу бай болып бермейді. Кеше алдың күні біреу қоймайды. Ұрып, боқтап, тепкілеп, әбден қорлап болады. Содан әйел кетіп қалғаннан кейін артынан жүгіріп, жалынып, жылып. Қалай болады? Сонда сен рахаттану керексің, сен қаңғу керексің, сен қыдыру керексің, сен балан қыдыру керек, енелерге қатысты. Сен балан қыдыру керек, қатынды адам орнына көрмеу керек, тепкілеу керек. Содан кейін барып, 25 жылдан кейін ойланғаннан кейін қатындар оңбаған, келіндер оңбаған. Қалай ол? Сонда сенің құлың балаң жақсы да келін албасты болу керек па саған? Или наоборот болу керек па? Қызың жақсы күйеу бола, малай болу керек па не сізге? Жоқ, олай болмайды. Адам адамның құлы емес, тұрмайын деген адамды зорлап ешкім тұрдырамайды. Ана неге сіз әйелдің сөзін сөйлей бересіз деп өзінше бір енесі шешесі маған жазып қойыпты. Қатындар құтырған заман деп. Қатындар құтырған емес, сенің балаң оңбаған, ұрып текпілеп, аузын айырып, текпілегеннен кейін соң барып кешірші мен деп мына жағынан көзін ағызып, басын ұрып, жынды қылып, кеңкелес қылып, содан кейін барып іштен кетпейді, бұл қараңғар өлмейді, үйде жүре берсін малай болып деп. Солай болу керек па? Сонда сізді кешіру керек қой. Солай ғой, сіздің ойыңызда. Қайта жазып қоймайды, комментарий анда да жазады, мында да жазады біреу. Сіз осы әйелдерді құтырттыңыз деп. Сенің балаң сонда жақсы да, ұрып текпілеген балаң жақсы. Енді еркек қой ол, іштен кетпейді дейді да ол. Іштен кетпейді, еркек ол, сөйлеп қояды ғой енді. Қалай ол? Неге ол шыдай беру керек? Неге ол шыдай беру керек? Сен шыдаған екенсің, оңбаған байыңа, енді өліп тұрдың ба? Енді сенің өміріңше сіздің келін шыдау міндетті емес қой сіздің жынды қояншық балаңа. Өйтсе ренжисіз, мен баламды сөйтіп айтты дейсіз. Жоқ, ол дұрыс емес ол. Сөзге түсінетін адам түсінеді. Тағы да айтам. Түсінбейсе малай болмайды ешкім. Енді болмағанға қазақ бірақ жауап айтады. Болмағанға болыспа дейді ағайын. Болды. Неге ол шыдай беру керек? Неге ол көне беру керек? Неге сіздер жей беру керексіздер? Неге деген сұрақ қоя аласыздар ма өздеріңіз? Жоқ, қоя алмайсыздар. Жоқ, ол бүйту керек, ол сөйту керек, ол әйелдер құтырды, әйелдер семьяны бұзды. Сен өзің балаң аузың қисық. Балаң бір қатынға ие бола алмайды. 45 қатынға барады, ең соңында бәрі қаңғып, дүниесін сорып болғаннан кейін қайта қатынға келеді, бірінші қатынға ойбай деп. Қалай ол? Олай жасамаңыздар. Жолдасым көп ренжітеді. Басқа қыздарға жазып жүрген кеше білдім. Ренжулімін. Ажырасып кетейін десем 3 балам бар. Bir балам ерекше бала дейді. Енді телефонмен жазған үшін ажырасып не көрінді? Оның істеген жаман нәрсе. Бірақ сен семьяңды бұзба алтыным. Семья бұзатын повод емес ол. Еркектің телефоны пияз сияқты. Пияз. Лук дейді орысша, пияз сияқты дейді. Сарымсақ дейді кейбір жерде. Шұқыған сайын көзің ашиды. Сондықтан көзіңді ашып жылата бермей, телефон шұқымай қой болды, Аллаға салып қой. Айт қой, өзің бала өшіріп отырсың, енді жарайды деп, жай бір шай ішіп отқанда өзің білерсің деп қой болды. Мен еркектің телефонын аңдып, еркек қатынның телефонын аңдып, бір-бірінің телефонын аңдып, екеуің бір-біріне жау болып, шайтан аздырып бітеді екеуіңді. Сондықтан оны Құдайға салып қой болды. Өліп қалсын бір жер бір бәле оқпасын деме. Баяғыда біреу байын өлтіріпті ғой, сен не үшін өлтірді десе байын жүре береді деген екен. Енді жүріп жатса дегенде 100 қатынмен жүреді, 100 қатын бәрін өлтіріп бітемін, біреуін өлтірдім депті. Сол сияқты мәселе өлтіргеннен пайда жоқ одан, ол шешім емес ол. Оны Құдайды танитын қылсаңыз болды. Қыз баланы аяқ киіммен ұрса болашағына әсер ете ме?
әсер етпесе салып тастайын деп пең. Міне қыз баланы ұруға болады да, ұл баланы ұруға болса не болмай ма? Вообще ұрмаңыз баланы. Балаға қатты айтатын кез болады, ескертетін кез болады. Ұрып тек біле, біздікілі ұр дегенде де анау кішкене ұрудың мерасын білмейді. Ұрған осы екен деп өкпесін түсіріп, мынандай бір әлсіз баланы несін ұрасың? Бұл көбінесе ұратын әйелдер айтып берейін, қандай әйелдер ұратын. Байына күші жетпей, ішіндегі зары мұңы жиналып қалып, өшін баладан алады. Сол үшін еркектер, әйелдің ызасын көтермеңіздер. Әйелдің күші саған жетпейді, сені ұра алмайды, өшін баладан алады. Кейбір әйелдерде сондай толықсыған эмоция болып, әлбетте ол ақымақтық, ол ақымақтық. Бірақ әйел ол робот емес қой, ол темір емес, темірдің өзін майлап тұрады анда-санда. Сонда ол күші жетпей, сенен ала алмаған өшін балалардан алады. Сөйтіп баланың ақыл есі кем болып, ауру болып, жынды болып қалатын сол. Бірақ шеше қанша ұрса да баланы, шапалақпен қанша тартып қалса да, қойрықтан қанша қойып жіберсе де, таяқ жеген жерін ұмытса да, тамақ жеген жерін ұмытпайды бала. Тамақ жеген ол анасы болады. Сен бриллиант тапсаң да, миллион берсең де, миллиард берсең де, айфон берсең де, сенің күнің қалады. Балаң қарамайды саған. Неге? Өйткені ол ұмытылмай қалады. Сол үшін әкелер қатыгез болмаңыздар. Бәріміз осыны айтамыз да, біз ұстай алмаймыз. Соны ұстау керек. Адам тәрбиелеу керек. Күйеуімен ажырасқанына 7 жыл болды. Басқа еркек болмаған. И не хочу дейді. Жын жақсы көреді деген подозрение бар. Одан қалай құтылам? Әшейін сені күйеуге тиісін жүре бермесін деп айтқан сөз. Жынны келіп саған еркегің орнына еркек болуға болмайды. Енді өзің кішкене қуа бастасаң сөйтесің. Сондықтан әйел адам жалғыз жүрген жақсы емес, қасында бір теңің табылса, айналайын бақың ашылсын. Еркектің бәрі жаман емес, ішінде жақсылар да көп. Соған бағың ашылсын. Мамопластика деген рұқсаты жоқ. Бұл енді кейбір ғалымдардың менің Джидданың фатуасынан көрдім ау, бір фатуадан көргенім бар. Егер семьясында дау болып, күйеуі сол сенің омырауың жоқ деп, немесе жаңағы мамологияда онкология болып кесіп алып тастаған болса, омырауын түгел, сонда семья ажырайтындай хал болса, басқа мәселе деп келетін жерін көргем. Ал бірақ жалпы үлкейту, мысалы біз жақта үлкейту болатын болса, бүкіл түркі менен араб дүниесіне кішірейту проблема. Олардың табиғаты үлкен, сондықтан олардың жаңа үлкейткені кішірейте алмай жүр. Біздікілі үлкейте алмай жүр. Әйтеуір не керек, байды ол омырауыңмен ұстап қалмайсың, айтайын деген сол. Сол сияқты жаңағы баламен ұстап қалам, сол сияқты жаңа потенцияның еркектердің миының кемдігіменен жаңа потенциямен қатын ұстап қалам деген нәрселер бұл далбаса нәрсе. Ата енеден қалай бөлек шығуға болады? Өздері жібергісі жоқ, жалғыз бала үйде, болсақ жақтырмайды, қоймайды айтып жатырсыңдар деп. Енді жер бетінде единственный жалғыз сен күйеуің. Жалғыз ақ адам ғой. Сен сияқты күйеу көп емес қой, біреу ақ. Сол жалғыз күйеуіңнің, жалғыз әке шешесіне қызмет жасау сен үшін қандай адам ол? Сен де бала шаға өсіріп отырсың. Сенің де ертең сол балаңның үйленген кезде әйелі кетсінші сен атайшы, көргім келмейді, сен мамаңды ненавижу. Қалай болады? Қаншалықты дұрыс болады? Сондықтан меніңше ол дұрыс нәрсе емес. Қызметін жасаңыз, бөлініп шығып үлгересіз. Осы ырым бар, оқтау мен сыпырғаны тігесінен қою керек деген, қаншалық қоймау керек деген, қаншалықты дұрыс. Сыпырғышты сыпыртқаны тік қоюға болмайды. Өйткені мына жағы қайырлық болады, соны сыпырыла алмай қаласың. Енді қазір 21-ші ғасыр сыпырғыштың бәрі пылесос қауысып кеткен. Ең арзанын ала беріңіз. Жарай береді 10 мыңның ар жақ бер жағында Ташкентте сборка қойдым, жаңылмасам, соны ала беріңіз. Сыпырғының заманы қалған уже. Қазір көше сыпыратын сыпырғыштар бар, кешірдік қояды, сондаймен сыпыра беріңіз. Енді одан да цивилизация жетпей, тек қана сыпырға жусан сыпырғының заманында болсаң, онда тұрғызбай жатқызып қойған удобный. Оқтауды да солай. Оқтау битсе талынып құлай береді, соны мазасы келіп жатқызып дұрыстап қояды. Сол жақсы нәрсеме айтылған сөз.